Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жасалған тағамымыз мормен жасалған суық салат. Мор дегеніміз теңіз саңырауқұлағы. Морды 2 сағат бұрын суға салып, жібітіп аламыз. Туралған қызыл көк бұрышымызбен морды қайнап жатқан қайнақ суға 2 минут салып, сүзіп аламыз. Қайнаған суға салудағы себебіміз түрлі микробтарын өлтіру үшін. Ыстық судан сүзіп алғаннан кейін суытылған қайнақ суға салып, қайтадан суытамыз. Суық салатымызды дәмдендіру үшін қазанға азырақ май құйып, ашты бұрышымыздан 1 тал, сар бұрыштан 1 қасық, дәмдендіргіш жапырағынан 1 тал, көк пияздан азырақ, сарымсақтан азырақ қосып қуырып аламыз. Салатымызға жарты қасық тұз, аз мөлшерде тауық дәмдендіргіші, сұйытылған соя соғысынан 1 қасық, күнжіт майынан 1 қасық, ақ уксустан 1 қасық қосамыз. Ең соңында қуырып алған дәмдендіргішімізді сүзіп қосамыз. Салатымыз дайын. Каналымызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып, құнды пікірлеріңізді жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.